сәлеметсіздер ме оқушылар? Отыра қойыңдар. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз ерекше. Біз қазір амандасудың өзіміздің қазақи нақышта түрлерімен, ою түрлерімен амандасқым келіп тұр. Қазір мен сіздерге қандай ойынды көрсетіп, бәріміз солай амандасамыз. Қазақта ой түрлері көп. Қош қарыңыз, және бәріміз солай амандасамыз. Орнымыздан тұрайық, қош қарыңыз. Осылай жасаймыз бәріміз. Қош қарыңыз, жақсы. Сосын қазақта тағы да қандай ойы бар? Толқын, бәріміз толқынымыз, иә? Рахмет. Ойын түрлері де көп. Біз бір-екі түрін ғана көрсеттік. Жақсы отыра қойыңдар. Тамаша. Енді бүгін біздің сабағымыз ерекше дедім. Біз бүгін Аязбек ертегісін аяқтады, соңына дейін оқыды. Сол сабағымызды қорытындылаймыз. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты әдеби туындыдағы кейіпкерлердің тектерін тек тұрғысынан сипаттау. Ол үшін мен сендерге бірнеше тапсырма алып келдім. Сол тапсырмаларды біз қазір топ-топпен орындаймыз. Әр топқа тапсырмалар беріледі. Сол тапсырманы жаңағы біз орындауымыз керек. Мынау топқа мына тапсырма, яғни суреттер арқылы оқиға желісінен жоспар құрасыздар сіздер. Сіздер болсаңыздар өздеріңнің көзқарастарыңызды білдіріңдер дейді. Мынау суретке қарап отырып, маған ұнаған эпизод неліктен ұнады, маңыздылығы қандай, осыны бірлесіп отырып сіздер орындайсыздар. Үшінші топқа уақыт бітті. Бірінші тапсырмамызды Қалеке, бірінші әдебиетші тоғылар кім шығады бізде? Кім шығады? Сезім, иә? Сезім келе ғой. Тақтаға тапсырманы алушы, тапсырмамен бірге. Тапсырманы оқы. Суреттер арқылы оқиға желісімен жоспар құрды. Ал Қалеке жоспарларын бөлді ғой. Ең бірінші ханның қырық уәзірі, оларға тапсырма беруі, жаманды алып келуі, жаманның өзін таныстыруы, гауһартастың жанамсыз болып қалуы, ханның жылқысын сынауы, ханның наубайшының баласы болуы, жаманмен үйленуі. Тамаша, дұрыс па балалар? Жақсы. Зерттеушілер топ келе қойдар кім сөйлейді? Жалқардан келе ғой, Жалқар. Шығармада екі эпизодты таңдап алып негіздеме жасаңдар, өзіндік көзқарасыңды білдіріңдер. Бірінші маған ұнаған эпизод. Бұл жерде маған ұнаған эпизод ханның жаманды сынауы. Және де екінші неліктен ұнағанын себебі бұл жерде жаман өзінің білгіштілігін, ақылдылығын көрсетіп, тапқырлығын көрсетіп, ханның алдында үлкен құрметке ие болады. Үшінші маңыздылығы қандай? Бұл қазіргі өмірдегі кез келген адам момын және де кез келген нәрсеге сенгіш болмауы қажет. Және де осы өмірдегі кез келген адам тапқырлығымен, білімділігімен алдыға қаратай ұмтыла береді. Жақсы, рахмет. Отыра қой. Тапсырма. Бізде тапсырма жолы Аяз деген қатысты аңызда аталатын Марсельмес деген жер, бізде ол Арал теңізінің жанында орналасқан. Лингвист. Шеңгел дегеніміз, тапсырма шеңгел деген анықтамасын табу. Шеңгел дегеніміз гүл шашатын кенепті бұта. Этнограф. Күлдіреуіш дегеніміз не? Күлдіреуіш дегеніміз шаңырақ оғының үстінен түндікті көтеріп тұратын түтін шығып, жарық түсу үшін айқастыра бекітілген ағаш. Шаңырақтың керек бөкіз от кесетін шыбықтары. Жақсы, рахмет. Жақсы. Қол шапалақтап қойыңыздар арқылы жүзеге асады. Сіздерге қазір кейіпкерлер беріледі. Біздің тақырыбымыз білесіздер, бұл кейіпкерлер әлемін есту керек. Жаңағы кейіпкерлер әлемін ашамыз, иә? Кім қандай кейіпкер екен? Сондықтан қазір біз осы аудио арқылы бірінші топқа қазір біз кейіпкеріміз шығады.
кейіпкер сөйлейді, яғни сол кейіпкердің сұрағына бірінші топ жауап береді. Екінші топқа қазір екінші кейіпкерді жүргіземіз, үшінші топқа үшінші кейіпкерді жүргіземіз. Кім екенін сұраққа қарап отырып, тыңдап отырып, мұқият анықтаймыз. Мен кіммін, оны қайдан білді, менің болмысымда ашатын ертегіде үстімді келді. Түсінді ме? Мен кіммін, оны қайдан білді, менің болмысымда ашатын бір үзінді айтып берді. Аталғанды дәлелдейтін ертегіден үзінді келді. Бізге берілген жұмбақжан ол жаман. Біз оның бойындағы қасиеттерін атап жіберейік. Енді мен жылқыны сынағанын бастап берейін. Мен бір тұрпанға суын сынап бересіне дейді. Жақсы сынап берейін алып келіңіз. Жаман сосын алды артынан ары бері өткеннен кейін мен сіздің сипаттайтын мін таба алмадым. Мініп берсем бола ма дейді. Рұқсатын алғаннан кейін ол мініп бергеннен кейін үйдің жандағы өзеннің жағасынан ары бері өткеннен кейін айтады. Сіздің мін таба алмадым, бірақ та сіздің жылқыңыз сиырдың сіздің тұлпарыңыз сиырға шатыс екен дейді. Бізге берілген жұмбақжан ол Маран хан. Ханды ашатындай бір өзімді айтып берейін. Хан жаманға өз тағын беріп, Аяз би деген атты қойды. Ол сол өлгенше дейін ол сол аты қалды. Үшінші, бізде суретшілер тобы жауаптарыңызды күтеміз, Канеке. Кім айтады? Ал, Алинор. Мен де сұлуды сипаттау, оны қайдан білдім де және де кітаптан оның болмысын ашатын үзінді табылды. Тағы қызғымен кетіп, жаға алмадым, әуре болмады деп, хан әйелден бірге болуын сұрайды. Бірақ оған келіспей, ол жаманды шақыр болады өзіне. Содан кейін Бұл жерде мен сұлдың адал жар екендігі көрінеді, иә? Жақсы. Екі тапсырманы оқып, жаңа бәрін орындадым да, жақсы. Енді біздің үшінші тапсырмамыз бар тағы да осы жаңа кейіпкерлер әлемін ашатындай. Осы тапсырма бойынша қазір тағы да енді бірінші әдебиетшілер оқиға желісі мен суреттерді қою арқылы әңгімені жаңа ертегіні баяндайсыздар. Мынаны бірінші қайсысы, екінші қайсысы суреттерді орналастырасыздар. Екінші бізде зерттеушілер сіздерге комикс несін арқылы Мардан хан мен жаманның диалогын комикс арқылы бейнелеңіздер. Екі тапсырма. Суретшілерге керісінше суретшілерге, яғни сахналық көрініс, яғни сіздер осы ертегіден бір үзінді келтіріп, соны сахналық көрініс ретінде көрсетесіздер. Ал уақыт кетті, Канеке тапсырманы орындаймын. Құрметті оқушылар, үшінші тапсырманы Канеке әдебиетшілер тобы уақыт өтінді. Айбине келеді, Айбине тапсырманы. Ал тыңдайық. Тапсырма қандай еді? Балбол формасында өткен тақырыпта оқиға желісімен суреттерді қою арқылы баяндау. Біріншісі, 40 ғасырдың 11 айлық тапсырмасы, жаманның сарайға келуі, жаманның өзін таныстыруы, жылқыны сынауы, доғаптасың қасиеті, ханның башының баласы болып шығуы, ханның жаманға тағысынуы, жаманның Аязби атауы. Аязби атауы, тамаша. Бізге берілген тапсырма Мардан хан мен жаманның диалогын көңілге салу. Осы жерде Мардан хан жаманға айтады. Кейін тұлпарыңды сынап бересің бе? Жаман айтады, жақсы сынап жүрейін. Жаман айтады, мен тұлпарыңызды сынап бердім. Тұлпарыңыз сиырға шатыс екен. Хан айтады, апырай қайдан білдің?
менің құдам Ақшахан деген құдам бар, оның үйге сиырға шаты сілген. Жақсы деген сосын Мадан хан айтады, онда менің Гаухар тасымды сынып бер. Жақсы сынып берейін деген. Сосын Гаухар тасыңыз қасиетті тас екен. Бірақ 2 жылдан соң одан құрттар шығады және қасиетті тас болмайды. Ал суретшілер тобы келе ойындар. Таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды? Бұл таудың басын қырау шалғалы бері 20 жыл болды ау балам. Ал бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды? Бұл таудың етегін қырау шалғалы оған да 15 жыл болды ау балам. Ал бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды? Оған да 15 жыл болып қалды балам. Баба, менің асырамды қырық қазым бар. Соның жынын бедікпе жуып, қансыз сойып, және де күйдірмей пісіріп беретін адам бар ма? Айтқанынан адам тапсаң, одан да артық көп істеп берер балам. Бүгінгі сағамызға серік көрсәтін жақсы адамдарын мен серіктіп алайық. Себебі әрқашанда қасымыздан жақсы адамдар табылсын, иә? Жаман сияқты. Мадан ханның әрқашанда қасына табылып отыр. Ал кәнекей орнымыздан тұрайық. Ал құрметті оқушылар, бүгін біз Аяз би ертегісін қорытындыладық, біраз тапсырмалар орындадық. Өзіміз де сол осы Аяз би ертегісінен өзіміздің түйгеніміз бар, қаншама ойымызды түйіп. Енді қазір осы сабақтың кері байланыс ретінде Mentimeter платформасы арқылы бүгінгі сабағымызды өзіміз жазалайық. 3 топтан қанекей бір балада келе қойыңдар. Мен жақтан сәлем. Енді осылай орындарына қанекей қорытынды жасап жіберейік, сабаққа. Фатима, қанекей сабақ не алдың, қалай қорытындылайсың осы сабақты қанекей? Айтып өт. Жақсы. Зерттеушілер тобына кәлекей. Сабина. Бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Мен осы сабақтан түсінгенім, адамдар өздері бір-бірімен адал, бір-бірін сыйлап жүру керек. Суретшілер не дейді екен? Ал суретшілерге сөз берейін. Мен бұл ашық сабақтан көп нәрсе түсіндім. Бұл ашық сабақ өте маған қызық болды. Мен ашық сабақтан түрден, киімнен адамды бағаламау керек екенін түсіндім. Соңында да келіп жетті. Енді мынау топтастыру стратегиясы бойынша ертегінің тәрбиелік мәні қандай болды? Біз осы Аяз би ертегісінен қандай тәрбие алдық? Соны қанекей әр топтан 1-2 баладан айтып жіберейік. Қанекей бізді адалдыққа, мейірімділікке, ақылдылыққа тәрбиелеп, шыншылдыққа үйретеді. Жақсы. Ал екінші біздің зерттеушілер тобы. ақылдыққа, сатқындыққа және кешірімділікке үйретеді. Әрі қарай келесі суретшілер тобынан. Неге тәрбиелеп тұр? Сертке, беріктікке, тәрбиелеп тұр. Міне балалар, сонда Аяз би ертегісінен біз осындай көп тәрбиелік мәні зор өзімізге, ойымызға жақсы қасиеттерді сіңіре білуіміз керек. Сабақ аяқталды. Орнымыздан тұрайық. Осылай сабағымыз аяқталды.